пробка деген таможняда отырған бір 3-4 бай бар. Самат мырза, сіздердің ветеринария, инспекция барлығын мен білмеймін, не жасайсыздар. Біз сіздерге малды сатып бер деп айтпаймыз. Бізге шекарадан малды аман есен өткізіп беріңіздер. Бұрын малдың құны болды, саудасы болды, байқамадық. Бүгін әбден тақап, жуанның жіңішкеріп, жіңішкердің үзілетін кезі келді. Бүкіл Қазақстанның мал шаруашылығы бүгінгі күнде Түркістан облысына тәуелді. Өйткені бордақылау алаңдары осы жерде, және бірақ қана мемлекет бізде бар алатын бүгінгі күнде, ол Өзбекстан, ол осы Түркістан облысы арқылы өтеді. Самат мырза, мына жердегі қазір шаруалардың реакциясына қарап білесіз, неге малда құн жоқ Өзбекстанға өткенде. Өйткені Өзбекстанға шығар алдында 40 мың теңге алады, Өзбекстанға кіргенде 40 мың теңге алады. Самат мырза, сіздердің ветеринария, инспекция барлығын мен білмеймін, не жасайсыздар. Мына кісілердің малдарының бағасы жоқтығы, өйткені сол 40 мың, 80 мыңды мына кісінің малдарынан алып тастайды. Мен ойламаймын, оған облыс әкімі Дархан Сатыбалдының қатысы бар деп. Оған ол кісінің қатысы жоқ. Бірақ сол кісінің төңірегінде жүрген орынбасарлары, басқа да қызметтегілері осы схеманың ішінде бар. Соны тоқтататын уақыт келді. Бұрын малдың құны болды, саудасы болды, байқамадық. Бүгін әбден тақап, жуанның жіңішкеріп, жіңішкердің үзілетін кезі келді. Шыдамның да шегі бар. Самат мырза, сіз орталықтан келіп отырсыз, білмеймін, сіз қалам десеңіз осында қалыңыз, е? Ана, жаңа мен бауырымнан сұрадым, «Чё за пробка?» деп едім, ақыраяқ ол пробканы айтпады. Пробка деген таможняда отырған бір 3-4 бай бар. Солардың ашық қойған 5-тен 10-нан ипісі бар. Мына кісілер малын өткізе алмайды Өзбекстанға. Өткізіп атқан, сіздерде оның тізімі сіздердің қолдарыңызда, даже қиналмай қойыңыздар. Ол импортерлардың тізімі сіздердің қолдарыңызда. Соның ішіндегі топ 10-ды алсаңыздар, міне коррупционерлар, мына сіздердің жігіттерді коррупцияға итеріп атқандар, ана басқарманың басшысы ұсталып отыр, е? И мына шаруалардың саудасына зиян жасап, нәпақасын аузынан жырып отырғандарды анықтайсыз. Сіз бізге сөз беріңіз. Таможнядан малды сатамын десе, қазақтың шаруасына ешқандай проблема болмау керек. Сіз бізге жұмыс тобын құрып беріңіз. Мына ветеринарный басқарма, инспекция барлығымен біздің Шопан атаның осы жерде рабочий группа жасаймыз. Біздің малымыз өтпей бір проблема туды ма? Сәке, өзіңізге кейін басшыңыз тағайындап жатса, сізге напрямую шығамыз. Сондықтан да мына жергілікті инспекция, ветеринария басқасын ойына түзіне кіріп шықпасын. Ана құжатың дұрыс емес, мына құжатың дұрыс емес деп шекараның аузынан қайтарам деп. Біз сіздерге малды сатып бер деп айтпаймыз. Бізге шекарадан малды аман есен өткізіп беріңіздер. Құжаттарын дұрыстап, рәсімдеп. Сол кезде мына бордақы алаңдарының, сол кезде осы қазақтың шаруаларының саудасы жүреді, сонда ғана жағы өкіметке, билікке деген сенім пайда болады. Сол кезде біз шынымен де жаңағы жаңа Қазақстан ба, супер жаңа Қазақстан ба соңғы рет адымдаймыз.